Сәлеметсіздер ме, құрметті оқырмандар және әлеуметтік желі көрермендері. Бүгінгі эфирімізді туған жердің таланттарына арнаймыз. Олар белгілі кино суретші, Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері Ыдырыс Есенғалиұлы Қарсақбаев, Қазақстанның еңбек сіңірген әртісі Наталья Долматова. Белгілі кино суретшісі, Қазақстанның еңбек сіңірген өнер қайраткері, КСРО мемлекеттік сыйлығының лауреаты Ыдырыс Есенғалиұлы Қарсақбаевтың туғанына 90 жыл. Ыдырыс Қарсақбаев 1932 жылы 2 қыркүйекте Қостанай облысы Меңдіқара ауданы Боровской ауылында дүниеге келген. Алматыдағы театр көркемсурет училищесін бітірген. 1959 жылы Гоголь, сондай-ақ 1962 жылы бүкіл одақтық мемлекеттік кинематография институтын тәмамдады. Еңбек жолын Қазақфильм киностудиясында суретшінің ассистенті қызметінен бастаған. Ол үшін режиссер Мәжит Бегаевның «Занамия Москва» фильміндегі жұмысы үлкен мектеп болды. Ыдырыс Қарсақбаев заманауи және балалар тақырыбының картиналарын жасауға қатысты. Оның бай шығармашылық өмір баянында «Қош бол медеу», 2 тарихи фильм және «Қан мен тер» және «Хабаршылар асығы» және тағы да басқалары. 1967 жылдан бастап Қазақфильм киностудиясының суретшісі, 1981 жылдан бастап бас суретші қызметін атқарды. Суретші композитор ретінде ән қанаттары, балалық шаққа саяхат, орал отында таңдау, Қазақстан мемлекеттік сыйлығы, сондай-ақ Карловардағы халықаралық және бүкіл одақтық кинофестивальдар мен Еревандағы бүкіл одақтық кинофестиваль сыйлығы және КСРО көрермендер академиясының алтын медалімен марапатталды. Өнер және ғылым, жазушы, «Қош бол медеу», «Ай астындағы үй», «Батыр баян» көркем фильмдерін түсіруге қатысқан. Марапаттарына тоқталсақ, Қазақстанның мемлекеттік сыйлығы 1978 жылы, Карловардағы халықаралық кинофестивальдің сыйлығы, Еревандағы бүкіл одақтық кинофестивальдің жүлдесі, КСРО ғылым академиясының алтын медалі және еңбек ардагері медалімен 2002 жылы марапатталған. Қазақстан Республикасы президенттің құрмет грамотасымен және экран шебері атағын 2007 жылы берді. Наталья Долматова Қазақстанның еңбек сіңірген әртісі. 1980 жылдан бастап мемлекеттік академиялық орыс драма театрының сахнасында жұмыс істейді. Лермонтов Алматы қаласында. Орта мектебін бітіргеннен кейін Наталья өнерден алыс мамандық алады. 1976 жылы энергоқұрылыс техникумына түсіп, электрик мамандығы бойынша оқыды. Алайда жастар өз өмірін алды. Қыз басқаша өмір сүргісі келетінін түсінді. 1978 жылы болашақ актриса Лермонтов атындағы Алматы драма театрының жанындағы мектеп-студияға құжаттарын тапсырды. Ол бұрынғы бас режиссер Владимир Захаров жолдаған курстары болды. Мұғалім практикалық сабақтарын тартынбады. Ол бірден жаңадан шыққан студенттерді сол кезде танымал Вестсайд тарихы мюзикліне енгізді. Наталья үшін бұл үлкен сахнаға шығу бірінші рет болды. Кларистің рөлін оған тек бір фразаны айтуды талап етті. Бірақ суретші өзінің толқуымен болып жатқан оқиғаларда деген құлшынушылығын мәңгі есіне алады. Ұзақ кәсіби қызмет үшін ол 50-ге жуық рөл атқарды. Наталья Долматова Андалусиялық қарғыс, 2 әлем қонақ үйі, ол өліп жатқанда трансфер қойылымдарына қатысты. Және Наталья Долматова киноға да түсті. Наталья Перекресток сериалына, сондай-ақ Қазақстанның разлучница және последние каникулы таспаларына түсті. Актриса жеке мәліметтерін жария етпейді. Оның ұлы студенттік жылдарын Санкт-Петербургта өткізгені ұлы бар екені ғана белгілі. Егер сіз ол туралы қызықты фактілер туралы айтатын болсақ, Натальяға ең жақын классикалық рөл Антон Чеховтың «Үш апа» пьесасындағы Маша. Суретші өзін тым мейірімді адам деп санайды, және кейбір адамдар оны теріс пайдаланатынын түсінеді, бірақ онымен ештеңе істей алмайды. Натальяның сүйікті жанры комедия. Ол басқа адамға қуаныш сыйлағанды ұнатады. Құрметті достар,
әрқайсыларыңыз біздің бөлімге келіп шығармашылық туралы көбірек біле аласыздар. Келесі эфирде кездескенше қош сау болыңыздар.